Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен қызанақтың шырынында қызанақтың өзін, қиярды және қырыққабатты тұздап үйренеміз. Қызық болса, ендеше кеттік. Ең алдымен қызанағымызды жақсылап тазалап, турап аламыз, 4 бөлікке бөліп. Енді осыны жеттатқыштан өткізіп аламыз. Қызанақты еттатқыштан өткізіп болғаннан кейін сүзгі сита дейді ғой, ситадан өткіземіз. Жақсылап дәндерінен, қабығынан ажыратып аламыз. Нағыз қызанақтың шырынын аламыз. Осылай өткізіп аламыз. Қызанақтың шырыны осындай болады, ішінде дәні жоқ. Енді осы шырынды отқа қоямыз, қайнатамыз. Ал оған дейін біз банкаға керекті заттарды сала береміз. Қыздар, бізге қияр, ашты перец, қызыл бұрыш, хрен, укроп, сарымсақ және капуста қажет. Осылардың барлығын қазір банкаға кезек-кезек салып шығамын. Барлығын салып болғаннан кейін қайнап тұрған ыстық суды банканың дәл ортасынан құясыздар. Егер де шет жағынан бастап құятын болсаңыздар, жарылып кетуі әбден мүмкін. Ыстық суды түгелде құйып болғаннан кейін үстіне қақпақты жабамыз. Қақпақты 15 минуттай ыстық суда қайнатып аласыздар. 10 минут қойып қоямыз суды құйғаннан кейін, 10 минуттан кейін судың барлығын төгіп тастаймыз. Әр банкаға суды төккеннен кейін, әр литрға 1 ас қасық тұздан, яғни мендегі 2 литр болғандықтан 2 ас қасық тұз, 1 ас қасық қант және әр литрға 1 аспириннен 2 литр болғандықтан 2 аспирин салып шықтым. Содан кейін мінекей соғымыз қайнап жатыр, шырынымыз, яғни шырынды бір 10 минуттай қайнатасыздар да, 10 минут қайнағаннан кейін банканың үстіне құямыз. Құйып, қақпағын жауып, банка жабғышпен жабамыз. Біздің соғымыз дайын. Сіздер де үй жағдайына жасап көріңіздер. Менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Қазақша контентті қолдаңыздар.